Салам алейкум, бағалы жаш төлібіз. Бүгін Мабылайда теңлерімізді ушақ еткенбіз. Ол ушақ жаш төліншінде, жаңы үйірленшінде айырылғаны сүнненді. Орысша айтқанда развод. Ол неден болады дегенде, кесін бізге алда ушақ бергенбіз. Мені ойымма көрі бүгілікте төзімлік болмағаннан ол. Жаш төліншінде бір-бірін аңламай, бір-бірге болышлық етмей, әркім кесінікінде тұрып, аң қатасы айырылуды. Аң себеплі дағыда айтырған бүгілікте жаш төлі бек көбісі үйірле құрайла кесілер қазір болмай. Ана алында сөз үшін жашла дейім үйір жұмышеттерін алында сағыштары керекті. Мен қазір мама керек мүмкімаңа сағатта қалай ниетті, қалай сағышыңла ол барысы да бек маған алыды. Алай ұлы милетті түлбіз бүгілікте статистикаға қарасаға милетіміздің ішінде бек көп айырылған жаш төлі барды. Аң үшін олай болмас үшін барғыз ғатлерігім барды. Төзімлігіз болсын, бір-бірге қаты болғыз. Бұл қиын заманда, бұл бұшу заманда не қиынлық барысы да аны бірге білеклік етіп тұтарға керекті. Алайда мұны жаратмай ма, ол алай болды, бұлам алай етілі, біз алай не кетмейбіз деген сағышланы кетеріп, не де тап болықты, бірге болсақ деген сағышын тұтарға керекті. Сорадағы да сағатта жаш түрді алла қылық барды, таматала айтқан әс бұрмай, ма таматала қараңыдыла, ала о заманда алай жашы елі, ала білмейлі деп алла сағышыла барды. Ала да мен ойынма көрі бектер сағышты нек дегенде бізді таматаларыбыз бұрынғы заманнан бері өздеріне деттеп барды. Бізде аңға келішіп, анда болған затланы оқып жашасақ, не затыбызда беги болықты. Әдетімізді, дінімізді, намысты, әдетті барысты бір-бірзінен барға кереклі. Аны себеплі төзімлі болғыз, бір-бірге егі болғыз, ата-ана дегенні, қарт дегенні барысына да тыңларға керекті. Бізден көп көргелі, көп жашағалла, айтқанларын да біле болырла. Бек көп нарт сөзді барды аны үстінен, ата-бабалдан келген үстінен. Аны себеплі жаш төліге тілерігім барды, о жанына қаты болғыз, бұл айтқан сөздеріме де ес бұрғыз, нек дегенде бек маған алады. Бүгілдікте білімлі, ақыллы, қаты болға керекпіз. Енді құралған үйірліге ва. Аллах күшті қаруда берсін, ол сіз өстірген сайбейді да қаты болсула, бір-бірін аңлаған болсула, тілінді ұмытмағыз, әдетінді ұмытмағыз, о жанына бір-бірге білеклік етіп, абыңыңа тияқ болып, кеше қараңыда адамға чырақ болып, барыбызда алай болча деп бек шанама, қар біргізден бек ұлы болушылық болға керекті, бір-бірге барыбызда бірліктің тұра керекпіз. Алайытта жаш төліге маллай тілегім, маллай сағышым барды. Сау болыңыз.